Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен рационал теңсіздіктер жүйесіндегі бір есепті шығарамыз. ұбт-да оқушылар осы есепті шығарғанда көп қиналады екен. Бірге тез-тез шығарайық. Бірінші теңсіздік жоғарысын нөлге теңестіреміз. Тең 0, 2х тең болады минус 4, х тең болады минус 2 болады. Бөлшектің бөлімі бізде әр қашан тең емес нөлге болады. Х тең емес минус 5-ке. Ал енді сызайық. Бірінші кіші мәнді белгілейміз минус 5, яғни үлкен мәнді белгілейміз минус 2. Бізде үлкен немесе тең дегеніміз тік жақша дегенді білдіреді. Бөлшектің алымы осылай тік жақша, яғни шеңбердің ішін бояп көрсетеміз. Ал бөлімі жай жақша болады, себебі ол тек үлкен деген теңсіздікті қанағаттандырады, ол тең емес минус 5-ке себебі. Х-ның алды бізде 10 болғандықтан 10 саннан бастаймыз, плюс минус плюс, және де үлкен немесе 0 десе 10 жағын белгілейміз. Келесі екінші теңсіздікті шығарайық. 2 минус х тең болады 0, минус х тең болады минус 2, х тең болады 2. Бөлшектің бөлімі бізде тең емес 0-ге. 2х тең емес минус 10-ға, х тең емес минус 5-ке. Дәл осылай сызамыз. Бірінші минус 5 кіші мәнді жазамыз. Сосын 2, яғни минус 2-ден үлкен кішкене 10 жағына жазайық былай. Енді қараймыз, үлкен немесе тең 0 дегесін тік жақша дегенді білдіреді. Бөлшектің алымы бізде тік болады. Шеңбердің ішін бояп осылай көрсетеміз. Ал минус 5 ол бізде жай үлкен дегенді білдіреді, яғни жай жақша, шеңбердің ішін боямаймыз. Х-ның алды плюстан басталғандықтан, минустан басталғандықтан минустан бастаймыз. Минус плюс минус. Және де үлкен немесе тең 0 дегендіктен 10 жағын бояймыз. Бұл теңсіздіктер жүйесі болғандықтан екеуінің қанағаттандыратын мән жазамыз. Общий мәні міне осы аралық болып тұр. Яғни жауабымыз бізде минус 2-ден 2-ге дейін болады.